сабақ өтеді. Ашық сабақ барысында оқушылар әртүрлі тапсырмалар өткен тақырыпқа байланысты сұрақтармен қорытындылап өтетін боламыз. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабаққа белсене қатысуларыңызды алдын ала сұраймын. Және ешкімнен қорықпаңыздар, бастысы бүгінгі сабақты жақсы өткізуге, бір-бірімізге көмектесіп, жақсы қарым-қатынаста болуға тырысайық, оқушылар. Жақсы, ендеше өткен үй тапсырмасына байланысты қазір менде тапсырма дайындап алып келген болатынмын. Соған байланысты жұмыс жасайтын боламыз. Қазір көшірейік. Мына жерде оқушылар, қазір көріп отырғандарыңыздай, бұлай үлкеймейді, солай бола берсін, иә. Мынау не айналады, шеңбер айналады, кімнің аты жөні шығады, соған өткен тақырыптарға байланысты бізге 90 қорытындылап қой, бізге жаңа 90. Өткен 90-ға байланысты сіздерге сұрақтар қоятын боламын, соған жауап беретін боласыздар. Қазір көрейік, кімнің есімі шығады екен? Бізде Шәкен Уәңгерей. Сізге өткен тақырыпқа байланысты сұрақ қоятын боламын. Біз өткен тақырыпта әншілерді өткен болатынбыз, әншілерді өткен болатынбыз. Соның ішінде Димаш Құдайберген бар ғой, өзіңіз білетін. Димаш Құдайбергеннің аты қалай шықты және әлемдік сахнадағы қандай өнерді білесіз? Қандай өнер көрсеткен болады әлемдік сахнада? Ол Қытай мемлекетінде ән салған. Қандай фестивальде өнер көрсетті және тағы да Славян Базар деген фестивальде өнер көрсетіп, өзінің атын шығарған болатын. Жақсы, рахмет Мерей. Отырыңыз. Келесі оқушы кім екен? Әзіз күн сабақта жоқ, иә? Жақсы, бізде келесі Сатыбалды Олжан. Олжан, сізге сұрақ. Бізде қазақ әдебиетінде ең алғашқы роман және оның авторы, ол романның негізгі идеясы мен тақырыбын айтып өтіңізші. Ең алғашқы қазақ тілінде жазылған роман ол Бақытсыз жамал, және одан Міржақып Дулатұлы жазған болатын. Бұл романда әйел теңсіздігі туралы қозғалған болатын. Өте жақсы. Танисыз? Әнші. Оның негізгі ұлты қазақ па? Басқа мемлекетте өмірге келген, қай мемлекетте өмірге келген? Қытай Халық Республикасында өмірге келсе де, Қазақстанның абыройын қорғаған әншілердің бірі болатын. Солай ғой, жақсы, рахмет болды. Малика, бар ма сабақта? Айсара, Жанова Айсара. Айсарада осы күнге дейін стиль түрінен өткен болатынбыз. Қандай стиль түрлерді білесіз және публицистикалық стиль деген не? Жақсы, Айсараға кім көмектеседі? Бізде публицистикалық стильдің неше түрі бар? Жалпы стиль түрлерінің неше түрі бар? 5 түрі бар, иә? Бізде публицистикалық, ғылыми және қандай тағы? Ресми қағаздар, сосын ауызекі сөйлеу, сосын біреуі көркем әдебиет, иә? Бізде публицистикалық стиль дегеніміз бұл көбіне газет журналдарда мақала жазуда қолданылатын стиль түрін, иә, публицистикалық стиль деп атайды екенбіз. Сынып жұмысы, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз оқушылар құндылықтар жүйесі және құндылықтар бізде көптеген түрлерге бөлінеді. Оқушылар философиялық құндылық, ұлттық құндылықтар, соның ішінде біз бүгін ұлттық құндылықтар тақырыбына тоқталатын боламыз. Жақсы, дәптерлеріңізді ашып жазып алыңыздар барлықтарыңыз. Бүгінгі сабаққа байланысты оқушылар біз міндетті түрде оқу мақсатымен жұмыс жасайтын боламыз. Оқу мақсатымен сіздерді таныстыра өтсем, мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі интервью, яғни сұхбат білесіздер ғой. Мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдаймыз. Және екіншіден, мәтіндерде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар қарастырып, және соған байланысты өз жауаптарымызды дәлелдеп отыратын боламыз. Бұл бүгінгі сабаққа байланысты оқу мақсаты.
Келесі, енді бүгінгі тақырып құндылықтар жүйесі, жаңа тақырыппен таныстыра өтсек, иә, оқушылар. Бізде құндылық дегенді қалай түсінесіздер? Бірінші өз ойларыңызды айта кетіңіздер. Кім айтады, құндылық дегенді қалай түсінесіздер? Мәселен, құндылықтың ұлттық құндылық деген бар. Не үшін оны ұлттық құндылық деп атайды? Иә, не үшін біз құндылық деп атаймыз? Не ол құндылық деген? Себебі ұлттық құндылықтар біздің халқымызды ерекшелендіреді. Басқа ұлттардан ерекшелендіреді. Және сол себептен ол құндылық деп аталады. Иә, ұлттық құндылықтың сипатына ие нәрсе бұл өзіміздің ұлтымызды өзге ұлттардан ерекшелейтін іс-әрекеттер, маңызды дүниелердің барлығы осы ұлттық құндылықтарға жатады екен. Рахмет, көп отырыңыздар. Мұқият тыңдаңыздар. Мына жерде мынандай кішкентай парақтарда бөлінген нәрселер, қағаздар бар. Осының ішінде суреттер берілген. Мәселен, мына суретте салт дәстүр бар. Сіздер таңдайсыздар, осы суреттің ішінен қандай ұғым шығады ұлттық құндылыққа байланысты, сіздер солай топқа бөлесіздер. Мәселен, бірінші топқа ұлттық салт дәстүр, екінші топқа ұлттық тағамдар, үшінші топқа ұлттық аспаптар жиналатын боласыздар. Келіңіздер, таңдап алыңыздар, суретті топқа бөлейік. Тез таңдап отыра беріңіздер. Ұлттық салт дәстүрлер, ұлттық тағамдар, ұлттық аспаптар. Суретке қараңыздар, қандай сурет бейнеленген, соған байланысты топқа бөлесіздер. Өзгертуді пайдалана беретін күнде табалдырықты аттап ішкен кезде тәрбие меңгерушісінің қабағы адамды тыныш жатпаса көңілден дәмес анық. Кім білген, бұл тек менің ойым шығар. Сыныпқа да ұстазға көңілді болып сәлем бергім келіп еді. Сабақ қарсаңда Оқушының орнында, жаңағы кішкентай баланың орнында болсаңыздар, мектептегі құндылықтарды өз көзіңізбен көру үшін, оны сезіну үшін қандай іс-әрекеттер жасайтын едіңіздер? Негізі барлығы тек мектептің мұғалімдеріне байланысты емес қой, оқушылар, оқушының өзіне де байланысты. Иә, қалай жауап бересіз? Оқушы негізі тәртіпті болса, және де сабақты жақсы оқыса, оған да мұғалімдер жақсы қарайды. Мұғалімдер әрбір балаға жақсы қарайды, бірақ тәртіпсіз бала мұғалімнің көңіл күйін құртуы мүмкін, және сол көңіл күйі бұзылған үшін мұғалім басқа балаларға да ашуланып осылай зат болуы мүмкін. Бір оқушының іс-әрекеті бүкіл мектепке, бүкіл сыныпқа былай қарап тұрсаңыз әсер етуі мүмкін. Жақсы, рахмет. Сізге құндылықтар болғаны үшін былай асық, бұл асықтың сыртында ішкі бөлігінде бал жазылған. 4 бал ең жоғары бар. Қазір сіз бірінші жауап бергенім үшін және сұраққа толыққан жауап бергенім үшін тыңдалым тапсырмасы бойынша 4 ұпай берілетін болады. Енді келесі 3 ұпайға сұрақ, келесі оқушылар. Мектептегі негізгі құндылықтарға қандай нәрселерді дүниелер жатқызасыздар? Иә, жауап беріңіз. Оқушылар мен мұғалімдердің арасындағы жақсы қарым-қатынас және мектеп ұжымындағы жақсы қарым-қатынас және сонымен қатар дисциплина да болу керек. Және ең басты мұғалім мен оқушылардың арасында сыйластық болса, мұның өзі үлкен құндылықтың бір көрінісі болып саналады ғой. Жақсы, сізге 3 ұпай. Және келесі сұрақ оқушыларға. Мектептегі құндылықтың жойылмауы үшін қандай іс-әрекет жасайсыздар? Манағыдай сыйластықтың, іс-әрекеттің, жақсы іс-әрекеттердің. Иә, жауап беріңіз. Мысалы, адамдар бар, сол порталар сындырады, мектептің заттарын сындырады, және де соны сындырмай, мектептің тәртібімен жүру. Мектептің тәртібімен жүру. Міне осыны сақтай отырып, біз мектептегі негізгі тәртіпті сақтай отырып, құндылықтардың одан әрі дамуына тәртіппен қатар біз мұғалімдерге және жанымыздағы оқушыларға түсіністікпен қарап кетіп, кейбір адамдарда көңіл күйі болуы мүмкін, немесе жаман және оларға түсіністікпен қарап жағдайға жақсы. Рахмет. Иә, оқушылар, Екінші сұрақ қандай едіңіз? бірінші сұрақ, бірінші мәтіннің жалпы идеясы, екінші жалпы интервью дегеніміз не?
және келесі сұрақ бізде бұл мәтіндегі сипатталған камера деген кім? Яғни бұның қандай нелері бар екен? Мен бұған келіспеймін дейтін болсам, бұда келіспей өз балдарыңыз үшін жауап айтсаңыздар болады. Кеттік. Бірінші сұрақ бізде жалпы мәтіннің идеясы не? Бұл мәтінде идеясы фестивальда болған нәрселер айтылады. Және кино бұл әр елдің киносы оның айнасы мәтін болады. Екінші сұрақ бізде мәтінде сипатталған камера деген кім? Сценарийшіміз Камырзан болды. Рөлін сомдаған. Жалпы бұл фильм қандай мақсатқа негізі түсірілген? Интервью барысында айтылады ғой. Енді кім деймін, асында әшейін деп қана қояды ғой, кинофильмде кім болып ойнайды мысалға? Жауыз болып Оның ерекшеліктерін айту және де оның шынымен болған айтылды. Ол фильмда жақсы адам. Жақсы адам болып ойнайды оқушылар, иә. Жақсы, келесі интервьюге жауап бердіңіз, иә? Интервью дегеніміз ол адам қандай да бір жағдайда сұхбат беру, мәлімет айту. Жақсы, рахмет. Сіздерге шықпай, почтаға жауап қойыңыз. Келесі сіздер не айтасыздар? Бұл интервью деген интервью екі немесе одан да көп зиялы. Үшінші сұрақ Камырза деген кім? Камырза деген бұл Асмал Әшімов деген актер ойнайтын рөл. Ол фильмдегі ең басты кейіпкер. Жақсы, өте жақсы. Сауалыңыз почтаға. Жақсы, өте жақсы. Толыққанды жауап үшін негізі соңғы жауап берген үшін төмен балл береді, демек бір баллды қосып береміз. Қазір өйткені жалпы мәтінді оқу барысында болатын жаңағыдай әртүрлі дыбыс сапалары, әртүрлі ритм мелодиялық бейнелер. Жалпы біз білетін пауза кітапта нешінші бетінде жерде ұлттық құндылықтар деген тақырыпта 37-ші бетте екінші тапсырманы қараңыздаршы. 37-ші бетте екінші тапсырмада 3 мәтін берілген. Қазір осыны 3 топ оқиды. Бірінші мәтінде бірінші топ, екінші мәтінде екінші топ, үшінші мәтінде үшінші топ. Бұл жерде мәтінді мәнерлеп, жаңағы тілдік бағдарға негізделген кідіріс, қарқын, темп, интонация қойып оқисыздар. Және де қазір мен сізге мынандай парақтар атам. Осы параққа бұл мәтін қай түрге жатады, жалпы мәтіннің түрін анықтайсыздар, және стильдік ерекшелігі қай стильге жатқызылған мәтін. Соны анықтап жазасыздар. Кеттік, оқыңыздар. Бірінші топ оқыңыздар, бірінші мәтінді. Дауыстап. Номері 140-шы мектеп гимназиясының 10-шы Г сыныбында ұлттық құндылықтар тақырыбында өткен қазақ тілі пәнінен ашық сабақта белсенділік танытып, ең ұйымшыл топ атанғаны үшін